16 жасынан еңбекке араласқан Қайрат кез келген іске қорықпай кірісетіндердің қатарынан. Еңбекпен көзіне шыққан ол әскерден оралғасын веломектепте бапкер, тіпті әскери генералдың жүргізушісі де болды. Бірақ ерегезек жігіт Орал қаласындағы жергілікті телеарнадан бірақ шықты. Журналистикаға осылай аяқ басқан ол билік пен бұқараның арасындағы қарым-қатынастың қалай өрілетінін жақсы біледі. Телеарнада 3 жыл жұмыс істеп, кейін мемлекеттік қызметке ауысты. Қазір ол облыс әкімінің баспасөз хатшысы. Ендігі арманы болашақ бағдарламасы бойынша білім алу. Жұмыс орнын әрбір 2 жыл сайын ауыстыруды дұрыс санайтын жапондарды кеңесіне сүйенсек, бағыты қате емес сияқты. Негізі өзгерістерден меніңше қорықпау керек. Адам деген өзі ізденіп, әрқашанда өзін ізденіп, өзін іздеу керек. Себебі мүмкіншіліктер өте көп. Адам өзі ізденіп барып, қалайым деген затқа жетем десе, мақсатына қойып, ол ары жүре береді. Білгеннен білмегенін көп негізі. Ол деген өмірдің жолында өзі солай болады. Өйткені өскен сайын, күнде осы жұмысқа келген сайын жаңадан ашылған бағыттар болады, соны үйренесің. Жас шенеунік мемлекеттік қызметтің сағатпен санаспайтынын да жақсы біледі. Алайда қағазбен жұмысқа уақыт тапқандардың адаммен тіл тауыса алмайтыны тағы бар. Билік бишігін білегіне ілгендерге арызданғандардың арасында үйсіз күйсіз жүргендер қала берді, басына іс түскен мұңлықтар да жетерлік. Оларға басу айту, көмектесу, кеңес беру, яғни адаммен адамша сөйлесу міндет. Іскерлікпен ыстық жүрек қатар соғуы керек. Солай болмай тұр. Мемлекеттік қызмет жұмысы ол деген қалай түсіндірейін деп айтайын. Ол егерде ол жұмыс істегенде онда ел оны сезбейді. Өйткені барлығы бәрі жақсы, дұрыс деңгейде зарплатасын алады, болмаса басқа коммуналдық, нелер, басқа шаруалардың бәрі шешіліп тұрады. Егерде мемлекеттік қызметкерлер жұмыс істемесе, онда хаос болады. Егерде сендер тыныш, дұрыс, барлығы уақытында алып жүрсеңіз, ол деген жасалған жұмыстың сапасы. Каждый руководитель должен начинать с низов и пройти все управленческие ступени. Деп мен айтып келе жатырмын. Совет өкіметі кезінде барлығы жаман деп айтуға болмайды. Бір басшыны шығару үшін алдымен ол ауылда істеу керек еді, басшы болып. Содан кейін ауданда істеу керек еді. Ауданнан қалаға келу керек еді. Қаладан облыстың әр жеріне өту керек еді. Содан кейін барып бастық болушы еді. Қазір как черт с табакерки выскакивает и сразу назначается мастером и министром. А потом считаем, почему, откуда произошло. У него нет жизненного опыта. Я настолько это хорошо понимаю, потому что я прошел все. И тогда ты знаешь все. Ты умеешь разговаривать с человеком. Ты умеешь, знаешь, о чем ты думаешь. Еңбек жолын ең төменгі сатыдан бастап, жоғары қызметке өлермендігімен емес, еңбек қорлығымен жеткен азаматтар да бар. Солардың біріне тоқтала кетейік. Еңбек жолын аудандық газеттен бастап, кейін ауылдағы мәдениет үйінің меңгерушісі болған Дәулеткерей Атаулы өңірге күйші ретінде танымал. Осыдан 5 жыл бұрын білдей басқарманы басқарамын деп ойламаған, оны өзі де жасырмайды. Алмас пышақ қап түбінде жатпайтыны рас екен. Өмірін өнерге арнаған жігіт ағасы қазір облыстың мәдениет саласына жетекшілік етеді. Мен де кейде ойлаймын, сол газетке қарапайым тілші болып келмейді, сол жасымда редактор болып келсе, мен де жаспын ғой. Жаңағы тауға барып тас қашап, бәрін осы қопарып тастайтындай болып көрінесің. Анау адамда өзіңе біртүрлі жұмысын дұрыс атқармай жүрген сияқты болып көрініп, кейін солардың үстінен қарайтын басшылық қызметке ауысқан кезде сен олай ойлай алмайсың, өйткені қандай ауыртпалығы бар екенін өз басың білесің. Сондықтан тапсырма берген кезде, шешім қабылдаған кезде сіздің анау жаңағы алғашқы бастаған қызмет сатыдағы жиған тәжірибеңіз сол кезде өзіңізге көмекке келеді. Меритократия, білікті де білімді кадрлар корпусын нығайтып, сапасын жақсартуға бағытталған бұл сөзді алдымен елбасы айтты. Елбасы айтты, бітті. Енді әдемі сөйлеуге әуестердің сөздік қорына меритократия атауы қосылды. Тек бір жылдары сәнге айналған кластер секілді ұмыт қалмаса болғаны. Меритократия сөзбесіз келтірсек, лайықтылар билігі деген мағынаны білдіреді. Яғни ата тегімен қарлық жағдайына қарамастан ең қабілетті адамдарға басымдық беру. Демек, дарындылар мен еңбекқорларды қолдау керек. Ал бұл ұғымды сипатта беретін болсақ, айналаңызды бас-басына би болған өңкей қиқымен қоршамай, қолынан іс келетін тындырымды адамдарға мүмкіндік беру қажет. Яғни, алғыр адамға ғана жол ашық.
Қазір Батыс Қазақстан облысында 4,5 мыңдай мемлекеттік қызметші бар, бірақ олардың барлығы да талапқа сай емес. Мысалы, Батыс Қазақстанның Бөкей Ордасы ауданындағы ауыл әкімі ащы суға әуестігі үшін жақында тәртіптік кеңестің тезіне түсті. Қызметкерлерінің жер-жебіріне жеткен әкім бұған дейін де бұзақылығымен танылған. Ақыры абыройы төгіліп, жұмыстан босады. Мұндай мысалдар жетіп жатыр. Облыстың әкімі Нұрлан Ноғаев енді телефоннан бас көтермейтін шенеуніктерді жиналысқа қатыстырмайды. Қарауындағылардың қалта телефонына тым үйірсек болып кеткен байқаған әкім осылай тыйым салды. Күн тәртібіндегі маңызды мәселені бірлесе талқылаудың орнына телефонға телмірген шенеуніктер әкімді қатты ашуландырды. Өңірдегі бағдарламалардың орындалмауына, тапсырмалардың аяқ асты қалуына дәл осындай салғырттықтың себеп екендігін жеткізді. Что это за манера поведения? Идет совещание, проводит заместитель премьер-министра страны. Все уткнули в свои телефоны. Это отношение ваше к делу. Вот такое отношение. Сидит таким области. Вот перед лицом сидите и уткнули в свои телефоны. Тогда вы вообще ни во что не ставите ни заместителя акимов, вы сами не заинтересованы в этом. И та проблема, о которой я говорю, почему у нас многие вопросы не решаются годами или плохо решаются. Темп реализации очень медленный, потому что нет заинтересованности, лишь бы прийти, посидеть. Ал мына бөлмеде мемлекеттік қызметтен үміттілер бағын сынайды. Бұл жолғы сынаққа өрімдей жастар келіпті. Сынақ қабылдаушылар соңғы кездері үмітін үкілегендердің көбісі жастар екендігін айтады. Содан болар мемлекеттік қызметтегілердің орташа жасы 40-қа да жетпейді. Жастарды мемлекеттік қызметтегі ең бірінші жұмыстың тұрақтылығы қызықтырады деп ойлаймыз. Екінші мансаптық өсу. Ең бастысы мемлекеттік қызмет деген адамды мына жауапкершілікке, тәртіптілікке үйретеді. Сонымен жастар көбіне көп қызығатын сондықтан деп ойлаймыз. Жастар жұмысқа тартпаса олар тәжірибені қайдан жинайды. Сондықтан жастарды жұмысқа бақылы алу керек. Жүрген адам ғана, алға басып келе жатқан адам ғана сүрінуі мүмкін. Бір нәрсе істеймін деген адам ғана қателесуі мүмкін. Ал енді үйінде жатқан адам қайдан қателеседі? Бақанбет Батыр айтпай ма? Үйде жатқан жігітке төбеден тегін атақ түсе ме деп. Сондықтан ешкімге де төбеден тегін атақты, тегін дәрежеде, тегін жұмысы түспейді. Соның жолында жұмыс жасау керек тарбанып. Шенеуніктер туралы сөз қозғалса, көз алдымызға қыры сынбаған костюм киіп, алқалы жиынның төрінде отыратын, сөзге сараң, жүріс-тұрысы маңғаз әлдебіреу елестейді. Қалай десек те, қазіргі атқамінерлердің бүгінгі бет бейнесі туралы көпшілік санасында қалыптасқан көрініс осындай. Мемлекеттік қызмет реформасына сай, көкірегі көктегі бұлтқа жоқтаған билік иелері Бұқараға жақындай ма? Олар елдің азаматтарына жиналатын салыққа өмір сүріп отырғандарын сезе ме? Оларда жалдамалы қызметшілер екенін ұға ма? Параға елеңдемейтін жалақы беру, барынша беріліп жұмыс істейтіндерге сыйақы тағайындау жүйесін қалыптастыру керек. Себебін айттық, басым көбі жұмысын адал атқарады. Және жұмыстары оңай емес. Алайда ең бастысы сана меритократиясы шығар. Еркін Карин, Наурыз Халитов, біздің уақыт.